Сәлем, достар. Бүгін сіздерге медовый торттың рецептісін бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Өте жұмсақ, күшті, дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қараңыздар, лайк қойып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Түсінбеген жерлерді комментарий арқылы сұрасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға керек заттарымызды саламыз. Сары май, мед, шекерімізді, тұзымызды саламыз. Осылай ыстық буда шекері езілгенше, сары май езілгенше осылай араластырып аламыз. Шекер әбден ерігеннен кейін сода саламыз, бір қасық. Қанша грамм, қанша миллилитр керегі төменде описанияда жазылып тұрады. Төменде описанияда қарап алсаңыздар болады. Мінекей, сода салғаннан кейін осылай аппақ болып шығады. Соған дейін араластырып аламыз. Одан кейін бөлек ыдысқа құйып аламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін ұнымызды осылай себелеп саламыз. Сетадан өткізіп араластырамыз. Әуелі венчикпен араластырып аламыз. Одан кейін қолмен илейміз. Осындай қамыр болады. Ол қамырды енді жайлап қолмен илейміз. Ең әуелі осылай столымызға ұнымызды сеуіп аламыз да қамырымызды түсіріп, кішкене қатайғанша қамырды илеп бастаймыз. Рецепті төменде описанияда жазылып тұр. Қарап алсаңыздар болады. Мына ыдысымды тазалап алдым, ішіне қамырдың бәрін. Кішкене осылай басында жабысып тұрады. Осылай кішкене қолға жабысып тұрады. Бірақ ештеңе етпейді. Одан кейін осылай 8 бөлікке бірдей етіп бөліп аламыз. Осылай видеодағыдай айналдырып қоямыз. Бір шетке салапанның ішіне салып қоямыз. Беті күйіп қатып қалмас үшін. Орнымды тазалап жатырмын. Одан кейін пергаментті бумагының үстіне осылай ұн себелеп, қамырдың бетіне де тоже ұн себелеп, жайлап, осылай оқтаудың көмегімен жазып жайып аламыз. Менің духовкам үлкен болған соң, сразу 2 үйден салып пісіріп аламын.
Осылай вилкамен тесуді ұмытып кетпейміз. Қызып тұрған градуста 160 градуста пісіріп аламыз. Сосын бөлме температурасында тұрған креміне сары майды қолданамыз. Сгущенкада сары май да бөлме температурасында тұру керек. Әбден сары майды араластырып алғаннан кейін сгущенканы салып, шамамен 5 минуттай, 3-4 минуттай араластырып аламыз миксермен. Креміне өздеріңіздің қалауларыңызша қолдануға болады. Заварной крем болсын, или болмаса чиз крем деген болады. Соны қолдансаңыздар да болады. Бірақ өзіме сары маймен сгущенка ұнайды. Бала кездегі дәм. Мына 8 горшкта пісіріп алдым. Осылай бір-бірден арасына кремді жағып отыра тортты шығарамыз. Видео ұнаса лайк қойып отырыңыздар. Комментарий жазып отырыңыздар. Түсінбеген жерлеріңізді комментарий арқылы сұрап алсаңыздар болады. Қасымда бөпем жатыр, күшеніп.